мәліметтерді іріктеп алу. Мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Балалар, қазақ тілінде ерекше бір дыбыс бар екен. Ол у дыбысы. Неге ол ерекше деп ойлайсыңдар? Себебі ол дауысты да бола біледі екен, және дауыссыз да болады екен. Ендеше удың дауысты және дауыссыз болуы туралы келесі бейнежазбадан тамашалайық. У дыбысының дауысты болуы. У дыбысы дауысты да, дауыссыз да болады. Дауыссыз дыбыстан кейін және сөздің басында дауыссыз дыбыстан бұрын келген у дыбысы дауысты болады. Мысалы, ту, шулы, нулы, қуаныш, қулақ, тасу, бағу, уқалау, умаждау, ушықты, уралау, улы. Дауысты у дыбысы сөздің басында келсе, жеке буын құрайды. Мысалы, уқалау, умаждау, ушықты, уралау, улы. У дыбысының дауыссыз болатыны. У дыбысы дауыссыз да, дауысты да болады. Мысалы, уайым, шулы, қауын, қулық, сәуір, оқу, ауыл, қару, бесеу, елу. Дауыстыдан соң келген у дыбысы дауыссыз болады. Мысалы, екеу, қоңырау, бауырсақ, сауысқан, қауын, дәуіт, егеу. Сөздің басында дауыстыдан бұрын келген у дыбысы дауыссыз болады. Мысалы, уыстау, уақыт, уыз, уылдырық, уілдеу, уәде. Балалар, бұл бейнежазбадан не түсіндік? Дұрыс, яғни у дыбысы сөздің басында келсе, және дауыссыз дыбыстан кейін келсе, дауысты болады екен. Ал дауысты дыбыстан кейін келсе, дауыссыз болады екен. Бұл ереже оқулықтарының 12-ші бетінде жазулы тұр. Бұны естеріңде сақтап, әрқашан дұрыс қолданып жүріңдер. Ал енді осыған байланысты тапсырмалар орындап көрейік. Ойлан деген айдармен берілген екен. Балалар, мына көк қоржын мен қызыл қоржын берілген. Мына шашылып жатқан сөздерді дұрыс орналастыруымыз керек. Кәне, оқып шығайық. Сурет, әуен, бауырмал, сусын, егеу, уық, шуақ, дәуіт. Тапсырма. У дыбысы дауыссыз болған жағдайда біз көк қоржынға орналастырамыз ол сөздерді. Ал у дыбысы дауысты болған жағдайда қызыл қоржынға орналастырады екенбіз. Кәне балалар, тапсырма түсінікті болса, ойланайық. Сонымен жұмысымызды тексеріп шығайық. Қызыл қоржынға салынатын сөздер сурет, сусын, шуақ, уық. Көк қоржынға салынатын сөздер әуен, бауырмал, дәуіт сөздерін саламыз. Ал енді балалар, ойланайық. Қызыл қоржынға салынған сөздерде у дыбысы қандай болды? Ойланамыз. Дұрыс ойлайсыңдар. Қызыл қоржындағы у дыбысы дауысты. Көк қоржынға салынған сөздер ше? Дұрыс. Көк қоржындағы сөздердегі у дыбысы дауыссыз екен. Тамаша. Келесі мәтінді түсініп оқып шығайық.
Сәуле өздерің сияқты екінші сынып оқушысы. Ол сәнді киінгенді ұнатады. Әсіресе қуыршағына түрлі киім таңдап, сәнді киіндіргенді жақсы көреді. Бүгін қуыршағына қазақтың ұлттық киімін кигізбекші. Бірақ бас киім таңдауда қатты қиналды. Ол ойлана келіп, қуыршағына кигізді. Балалар, Сәуле қуыршағына қандай бас киім кигізерін білмей тұр екен. Сәулеге көмектесіп жіберейікші. Сәуле қуыршағына қандай ұлттық бас киім кигізді деп ойлайсыңдар? Дұрыс ойлайсыңдар. Сәуле қуыршағына сәукеле кигізді. Сәукеле ұзатылған қыз киетін аса қымбат, бағалы, кәделі, әрі әсем бас киім екен балалар. Ал сендер тағы да қандай ұлттық киімдерді білесіңдер? Иә, балалар, ұлттық киімнің түрлері көп екен, иә? Қамзол, мәсі, шапан деген сияқты көптеген түрлері бар екен. Ендігі тапсырмамыз жазба жұмысы болмақ. Менімен бірге мына тапсырманы оқи отыра, әдемі әрі дұрыс жазамыз. Қане оқып көрейік. Халқымызда қыздар көп, еленген гүл атын. Әпкем аты Раушан, қарындасым Жауқазын. Мінекей балалар, мынау қандай гүл екен? Раушан гүлі, ал мынау Жауқазын гүл екен. Дұрыс айтасыңдар. Ендеше гүлмен сәйкес келетін қыздардың аттары да болады екен. Ол қандай аттар? Раушан және Жауқазын. Тамаша. Ал енді осы сөздерде у дыбысы дауысты ма, әлде дауыссыз ба? Ойланып көріңдер. Дұрыс айтасыңдар балалар. Бұл сөздерде у дыбысы дауыссыз. Неге дауыссыз екен? Себебі удың алдында дауысты дыбыстар тұр екен. Жарайсыңдар балалар. Бұл тапсырмада сендерге ешқандай қиындық туғызбады деп ойлаймын. Назарымызды киімдерге аударайық. Балалар, мұнда ұлттық киімдерде, спорттық киімдерде және мектеп формасы да, күнделікті киетін киімдерде бар екен. Ал енді сендер өздеріңе ұнаған киімді таңдап алып, не себепті бұл киімді таңдап алдыңдар? Соны түсіндіріп көріңдер. Және себебін ата-аналарымен бөлісіңдер. Балалар, келесі тапсырмамыз ой түрткі айдарымен берілмек. У дыбысынан басталатын бірнеше сөздер құрап көрейік. Қане ойланайық. Дайынсыңдар ма? Бастаймыз. Улы, уылдырық, уқала, уыз. Жақсы. Сабағымызды қорытындылайық. Сендер у дыбысының дауысты, дауыссыз болып айтылуын үйрендіңдер. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.